Ертегі тыңдап, аңыз әңгімелер оқымаған ұл-қыздар қазақша жыл қайырудың не екенін білмейтін болып шықты. Тышқаннан басталып доңызбен аяқталатын 12 айға жануарлардың қалай таласқанын естімеген жастар оның мен маңызын қайдан білсін. Жылнамадағы әр әңнің түр-сипаты мен тіршілігіне орай жылды болжаған ата-бабалардың өсиетін ұмыт қалдырған ұрпақ ұлу жылын айдаһар деп барыс пен жолбарысты шатастырып жүр. Қазақта жыл қайыру деген болады. Әр жылы жан-жануар аңның атымен аталады. Жылдың басы тышқанмен басталып, доңызбен аяқталады. Биыл ұлу жылы. Бүгінгі экспериментімізде қазақша жыл қайыруды сұраймыз. Кеттік. Жігіттер, бір сұрақ қойшы, қазақша жыл қайыру дегенді білеміз бе? Жыл қандай жануармен басталады? Жылқы. Жылқымен бастала ма? Иә. Аңыз бар еді ғой, тышқанмен басталушы еді ғой. Жоқ. Жылқыдан басталады. Жылқыдан бастала ма? Иә. Өзіңіз қай жылы тудыңыз? Өзім ит. Ит жылы, иә? Биыл қай жыл? Биыл қай жыл? Биыл? Шошқан жыл. Биыл ұлу жыл ғой. Жақсы аман болыңыз. Жылдың басы неден басталады? Мысалы, биыл ұлу жылы. Аңыз бойынша. Қай жануардан басталады? Білмеймін. Тышқан жылынан басталады. Бәрекелді, тышқан жылынан. Ассалаумалейкум. Қалыңыз қалай? Қазақша жыл қайыру дегенді білеміз ба? Қазақша жыл қайыру дегенді. Жыл қайыру дегенді білмейді екен мен. Биыл қай жыл? Жоқ, мен білмеймін. Биыл қай жыл? Ұлу жылы ғой. Ұлу жылы. Жыл неден басталады? Негізі түйе құрғалған ғой. Тышқаннан басталады. Тышқаннан басталады, дұрыс. Аңызда аңдар мен жануарлар жыл басына таласады. Кім көтеріліп келе жатқан күнді бірінші көрсе, сол жыл басы. Тышқан айласын асырып, түйенің басына шығып бірінші көреді. Міне, бар болған осы ғой. Жылдың басы неден басталады? Тышқаннан басталады ғой. Тышқаннан басталады. Биыл қай жыл? Биыл қоян жылы. Қоян жылы ма биыл? Жоқ, қоян емес. Ұлу жылы. Қазақша жыл қайыру дегенді білесің ба? Аңызды оқушы едік қой, жылға таласады жан-жануар, аңдар. Мектепте оқыған жоқпыз ба? Биыл қай жыл өзі? Мәселе мен барыс жыл тудым. Сен қай жыл тудың? Ит жылы, иә? Биыл қай жыл? Ұлу жылы. Биылғы жыл? Барыс жылы, иә? Биыл? Доңыз жылы ма? Жыл неден басталады? Биыл ұлу жылы. Естеріңде болсын. Жыл тышқаннан басталады. Мектепте оқыған жоқсыңдар ма? Осындай аңыз бар ғой, интернетте ашсаңдар бар осындай аңыз. Жыл басына таласқан жануарлар ертегісін ешкім оқымаған болып шықты. Ертегі тыңдамаған елдің ертеңі қалай болар екен? Санат Нұрбай, Еуразия, бірінші арнасы.